Дәріс 7. Психология курсындағы көрнекілік. Көрнекілік оқыту процесінің ең маңызды дидактикалық принциптерінің бірі. Әсіресе психология сияқты абстрактілі ұғымдарға бай пәнді оқытуда көрнекілік ерекше рөл атқарады. Психология курсында көрнекі құралдарды тиімді пайдалану оқушылардың психикалық процестерді тереңірек түсінуіне, қызығушылығының артуына және білімнің тұрақты меңгерілуіне мүмкіндік береді. Көрнекілік принципі жақсы көрген жақсы меңгереді деген педагогикалық заңдылыққа негізделген. Көрнекілік принципінің психологиялық негіздері. Көрнекілікті қолданудың негізінде адамның қабылдау және ес процестері жатыр. Адам ақпараттың 70-80%-ын көру арқылы қабылдайды. Көру арқылы берілген мәлімет есте ұзақ сақталады. Көрнекілік эмоциялық әсерді күшейтеді, ойлау үдерісін белсендіреді. Бұл ерекшеліктер көрнекілік құралдарын психология сабағында жүйелі қолданудың маңызын көрсетеді. Психология курсындағы көрнекілік түрлері. Табиғи көрнекілік – адамның миының муляжы, жүйке жүйесінің модельдері, сезім мүшелерінің үлгілері. Бейнелі көрнекілік – плакаттар, диаграммалар, схемалар, суреттер. Техникалық көрнекілік – интерактивті тақта, мультимедиалық презентациялар, бейнероликтер, анимациялар. Символдық көрнекілік – кестелер, графиктер, белгілер мен шартты таңбалар. Көрнекіліктің психикалық процестерді түсіндірудегі рөлі. Түйсік пен қабылдауды оқытуда көрнекі құралдар арқылы оптикалық иллюзиялар көрсетіледі, қабылдау қателіктері түсіндіріледі, зейін тұрақтылығы тәжірибе арқылы көрсетіледі. Есте сақтау тақырыбында есте сақтау түрлерін кесте арқылы көрсету, ассоциациялық байланыстарды схема түрінде беру, ойлау процесін оқытуда. Логикалық тапсырмалар диаграммалармен беріледі. Проблемалық жағдаяттар суреттер арқылы сипатталады. Көрнекіліктің оқушы зейініне әсері. Көрнекі құралдар оқушылардың назарын шоғырландырады, сабаққа эмоционалды рең береді, оқушының сабаққа белсенді қатысуын арттырады. Зейін тұрақтылығы көрнекі материалдар арқылы ұзақ сақталады. Көрнекі құралдарды қолданудың педагогикалық талаптары. Көрнекілікті тиімді пайдалану үшін келесі талаптар сақталуы тиіс. Оқу мақсатына сәйкестік, шамадан тыс көп болмауы, түсінікті және анық болуы, жас ерекшелігіне сай келуі, сабақ құрылымына үйлесімді енгізілуі. Қазіргі цифрлық көрнекілік құралдары. Заманауи білім беру жүйесінде көрнекілік жаңа сипат алады. Онлайн платформалар, виртуалды зертханалар, 3D модельдер, интерактивті симуляциялар. Көрнекілік пен белсенді оқыту әдістерінің байланысы. Көрнекілік белсенді оқыту әдістерімен тығыз байланысты. Рөлдік ойындарда көрнекі карточкалар пайдаланылады, топтық жұмыстарда постерлер әзірленеді, тренингтерде схемалар мен кестелер қолданылады. Психология пәніндегі көрнекіліктің тәрбиелік маңызы. Көрнекілік тек білім беріп қоймай, эстетикалық талғамды дамытады, ұқыптылыққа тәрбиелейді, ақпаратты жүйелі үйретеді. Көрнекілікті қолданудағы қиындықтар. Көрнекілікті қолдану барысында кездесетін қиындықтар. Техникалық құралдардың жетіспеуі, мұғалімнің дайындық деңгейі, уақытты дұрыс бөлмеу. Қорытынды. Психология курсындағы көрнекілік оқыту тиімділігін арттыратын маңызды құрал. Ол оқушылардың қабылдауын жеңілдетеді, есте сақтауын күшейтеді, ойлау қызметін белсендіреді. Көрнекілікті мақсатты жүйелі қолдану психология пәнін сапалы меңгеруге мүмкіндік береді. Бақылау сұрақтары. 1. Көрнекілік принципі дегеніміз не? 2. Психология курсында көрнекіліктің маңызы неде? 3. Көрнекіліктің қандай негізгі түрлері бар? 4. Көрнекілік түйсік пен қабылдауды түсіндіруде қалай қолданылады? 5. Көрнекілік құралдар оқушы зейініне қалай әсер етеді? 6. Көрнекілікті қолданудың педагогикалық талаптары қандай? 7. Цифрлық көрнекілік құралдарына нелер жатады? 8. Көрнекілік пен белсенді оқыту әдістерінің байланысы қандай? 9. Психологиядағы көрнекіліктің тәрбиелік маңызы неде? 10. Көрнекілікті қолдануда қандай қиындықтар кездеседі?